Бүгін ет бөрек істейміз. Оның үшін бізге ет, азғана тоң май керек болады. Чопперда осылай майдалап аламыз. 3 сола қамыр елейміз. Қамырын тұз суға елейміз. 1 жұмыртқа қосамыз. Қамырды тындыруға бір шетке алып қоямыз. Қазанға ет салып, тұз салып, оның қайнатамыз. Қайнағанша пияз, бұрыш, турап таярлап қоямыз. Қазанымыз қайнағанша етке қосатын пиязды да майдалап турап аламыз. Қазанымыз қайнап шыққаннан кейін көбігін алып, оған бағана тураған пияз бен бұрышымызды саламыз. Етке де пияз салып, қара бұрыш, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Етіміздің дәмі жақсы шығып, сөлі шығу үшін азғана су қосып жібереміз. Сонда етіміз мазалы болады. Тынып тұрған қамырымызды алып, енді оны астен жасап бастаймыз. Қамырымыз жақсылап дем алған. Орташа қалыңдықта қамырды жасап аламыз. Қамырды жасап болып, оны 2-ге бүктеп кескен жақсы. Сонда уақытымызды үнемдейміз. Осындай кескіштерім бар еді, соның сыртындағы ең үлкенін алдым. Осылай кесіп шығып, ортасына бағана фаршымызды салып, ашылып кетпеу үшін әдемілеп бөгеміз. Суға салғанда ашылып кетпеу керек. Енді тұздығына пияз тураймыз. 2 пияз алдым. 2 пиязды жұқа қылып турап шықтым. Сөйтіп кішкене қазаныма бағана қазандағы сорпадан бетінен май алдым. Кішкене қазанға салып, үстіне пияз салып, газге осылай қойып алдым. Еттерді бір ыдысқа сүзіп аламын. Бүгілген бөректерді сорпаға салып, арасында былғап тұрып, жабысып қалмау үшін қайнатамыз. Ет піскенше қайнатып аламыз. Сөйтіп, таярлап қойған ыдысымызға бөректерімізді әстен сүзіп шығамыз. Үстіне ет, тұздығын, картошка, сәбіздерді салып, әдемілеп дастарханымызға тартамыз. Бәрімізге ас болсын. Видео ұнаған болса, лайк, комментарий күтіп қаламын. Видеоны достарыңызға жіберіп қойың. Назарларыңыз үшін рахмет.